Сәлеметсіздер, біз бұл сабақта тізбектер туралы жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабақта бір өлшемді тізбектер туралы үйренгенбіз. Енді бұл сабақта көп қолданыла бермейтін көп өлшемді тізбектер және аралық тізбектер туралы үйренеміз. Сонымен бірге системаның бізге берген array деген классын қолдану туралы және де for each арқылы тізбектердің мәнін көру туралы айтамыз. Біз алдыңғы сабақта бір өлшемді тізбектер туралы айтқанбыз. Мысалы, біз осылай жазасатымыз деген секілді. Яғни, бір өлшемді тізбектер алдымен дерек түрі жазылады, одан кейін орта жақша ашылып, екеуі бірігіп келіп, осы INT түріндегі тізбектерді білдіретін. Ал енді одан кейін айнымалы шама, мынау анықтау барысында меншіктеу дегенбіз. Ұлы жақша ашып, осының ішіне жазса болған. Ал енді оның негізгі толық жазылуы new INT деп сосын ішіне ұзындығын беру керек. Бұл енді осы бір өлшемді тізбектің толық жазылуы. Қысқартып жазғанда мыналар жазылса да болады. Енді бұл қолданылуы негізінен ұқсас дерек түрлерін бірге сақтау. Яғни мынарада барлы INT түрінде осыларды осы тізбекке бірге сақтауға болатын. Сондықтан біз осы бір өлшемді тізбекті пайдаланғанбыз. Ал енді бұған үйлеспейтін кейбір жағдай болады. Мысалы, мен сызып көрсетейін. Біз математикада мұндай бір нәрсені көп көргенбіз. Яғни, мынаны x өрісі деп үйренгенбіз, мынаны y өрісі деп үйренгенбіз. Сосын былай қарай сызалық 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1 делікті. Мынаны сәл жақындаталық. Енді одан кейін мына x өрісіне де сызалық 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген секілді. Бұны да жақындаталық. Енді біз математикада, яғни мына орында бір нүкте бар десек, осы нүктенің орны мына x-тен, сосын y-дан аралығын арқылы бермейтінбіз. Яғни мына нүктенің орны дәл қазір мынау x өрісінде 1,8 мөлшермен, сосын үтір мына жақ 1,9 дейік. Осындай орында мына нүктенің орны. Ал енді тағы да мына орында бір нүкте бар десек, мына орында. Бұл нүктенің орны да ұқсас, мына y және де x өрістеріндегі аралықтар. Мынау 5,2 және де 3,5 деген секілді орын. Бұл екінші нүктенің орны. Және де мына орында бір орын бар дейік, нүкте бар дейік. Бұл нүкте 5-пенен 1-дей және 9-пен 1-дей десек, онда бұның орны 9, x орындағы 9, y-да 5 деген. Яғни осындай жағдайлар болады. Әрқайсысы нүктеде 2 мән арқылы білдіретін, немесе 3 мән арқылы. Және де егер z арқылы қоссақ, кеңістікте 3-дей орында орын білдіруге болады. Ал енді қазір жазықтықтағы орны. Осы сияқты мәліметтерді сақтағанда біз көп өлшемді тізбектерге сүйенеміз. Енді мынау қазір қарайтын болсаңыз, әрқайсы нүктені 2 орынмен белгілеп отырмыз. Жалпы 3 нүкте бар екен. Енді біз осыны сақтап көрейік. Онда INT жоқ, бұл жолы біз double setелік. Бұл 2 өлшемді тізбек болады. Өйткені мына суретке қарасақ, 2 мәліметтен құралған. Яғни x және y орындардан құралған, сондықтан бұл 2 өлшемді.
Ал енді бұның орны position дейік. Деген айнымалшамаға сақтайық. Одан кейін бар new double дейік та. Содан кейін орта жақ шашып. Енді бірінші жазылатыны жалпы қаншалықта ұзындықта сол жазылу керек. Яғни 3 ұзындықта қанша нүкте бар. Әр орында қанша нүкте бар екен жазылады. Қанша сандық мәлімет сақтайтын жазылады. Яғни біз қазір суретке қарасақ, жалпы 3 нүктені сақтауымыз керек. Әр нүктеде 2 мәлімет сақталады. Мынау алдыңғы орнына біз жалпы ұзындығын сақтаймыз. Яғни қанша нүкте бар екен сақтаймыз. Ал әр нүктеде қанша сандық мәлімет сақтаймыз. Осылай жазамыз. Одан кейін аяқтастырамыз. Енді мынау алдында айтқанымыз new арқылы системадан орын алады деп. Енді біз сақтау. Бұны сақтау үшін бірінші position. Біріншісі 0 және 0 деген орындағы мәліметіміз керек. 0 деген 1,8, 1,9 екен. Онда 0 және 0 дегеніміз 1,8. Ал одан кейін position 0, 1 деген. Ода 1,9. Сосын position. Енді мынау бірінші нүктенің орны сақталып болды. Енді екінші нүкте 1-ден басталады. 1, бірақ 0. Бұл 5,2. Сосын position'ыз 1, 1. Бұл қанша? Бұл 3,5. 3,5. Ал одан кейін position 2, 0 болады. Ол 9 және де position 2, 1 болады. Бұның мәні 5. Осылай болатын. Енді бұны түсіндіре кетейін. Мынау жалпы бұда 3 рет нөмір бар. Ол 0, 1, 2. Міне 0, 1, 2. Бірақ әр қайсысы рет нөмірде 2-де мән сақталған. Яғни бұда әр қайсында 0, 1 арқылы белгілейміз. Бұда 2 тал мәннен сақталған. Сондықтан мынарада 0 және 1 арқылы жазылады. 0, 1, 0, 1 деген секілді осылай жазылады. Біз көрек for int I тең 0, I кіші position length I. Енді біз мынарада length алатын болсақ, бұл length осының ішіндегі жалпы ұзындығын алады. Яғни 3 көбейтілген 2, 6 болады бұл арада. Бізге керегі алдыменен мына үшеуін әрқайсы 3 нүктені алуымыз керек. Сондықтан біз бұл арада length істепейміз. Біз get length арқылы, get length деген осы бізге берген функциясы арқылы біз осының ұзындығын алуымыз керек. Яғни 0 десек, мына бірінші ұзындықты алады, get length десек. Ал одан кейін for int j тең 0, j-дің мәні кіші position get length деп біз екінші ұзындықты аламыз. Яғни мынарадағы 1 деген. J 1-ден артып отырсын дедік. Енді console write line десек, біз бұл арада write-ті істедік. Өйткені бұл алдымен мына біріншісі орынды, одан кейін мынаны өтеді. Біз әр нүкте сайын жол алмастырып отырақ. Яғни мына сыртына шыққан сайын, бір нүкте сайын бір рет жол алмастыралық. Біз алдында айтқанымыз, мынаған ештеме жазбасақ жол алмастырады деп. Ал енді мынарада біз position оның I, J деген орындар, яғни мына орта жақ шашасы да біріншісі мына сыртқы, яғни мына орындағысы, одан J деген мына орындағы. Осы орындағыларын алайық, мәндерін алайық. Одан кейін мынаның артына бостық тасталық. Әйтпесе екеуі жабысып қалады, console write. Ендігі мәнменен келген кезде екеуінің арасы өте жақын болып кетеді, сондықтан біз бостық тастадық. Я болмаса бір тәп орын тасталық. Енді көрек
Міне, жаңағы біз бірінші нүкте 1,8-де 1,9, екінші нүкте 5-те 2-де 3-те 5, үшінші нүкте 9-да 5. Біз осы арқылы жаңағы көп өлшемді тізбектерден пайдаланып, жаңағындай бір орында екі мән болатындарды осылай сақтай аламыз. Енді мынаның оңай жазылу формасы былай жазсақ болған. Осының ішінде 1,8 және де 1,9, одан үтір, жалпы үшеу болады. Одан кейін 5-те 2, 3-те 5, одан кейін 9 және 5 деген секілді. Біз осылай жазуға да болады. Бұл енді оңай жазылып тұр. Бұдан қарасаңыз, алдымен ұлы жақша ашып аласыз. Сосын ішінде 3 тал тізбек болу керек. Мыналардың бәрі жеке-жеке тізбек. 3 тал тізбек болу керек. Олардың ішіндегі әрқайсысының ұзындығы 2-ден болу керек. Міне 2-ден болу керек. Осылай жазсаңыз, бұл енді көп өлшемді тізбек. Бұл енді көп өлшемді тізбек жатады. Енді бұдан сырт жаңағы 3 өлшемді тізбектерде жазуға болады. Яғни мынарада X десек, shift басып тұрсаңыз жазады. Сосын Y десек, мынаны. Одан кейін барып біз былай біреу сызып Z десек. Мынау X, мынау Y, мынау Z. Яғни 3 өлшемді. Мынарада бір нүкте бар дегенді. Мынарада бір нүкте бар болса, бұл нүктенің орнын 3 нүкте арқылы белгілейді. Мынау X-тен аралығы, одан Y-дан аралығы, одан Z-ден аралығы. Осы 3 нүкте арқылы белгілейді. Мысалы, мынаны 1 десек, мынаны 3 десек, одан кейін 5 десек. Бұл кеңістіктегі орны. Осы секілді жағдайларда біз осы көп өлшемді тізбектерден пайдалансақ болады. Бірақ бұның қолданылуы өте көп емес. Жаңағындай математикамен шұғылдансаңыз, осындай бір осы программадан пайдаланып сурет сызсаңыз, сол жағдайларда кездеседі. Сол үшін мен айта өтуді жөн көрдім. Бұл енді көп өлшемді тізбектер. Ал енді бұдан тысқары аралық тізбектер деген бар. Енді біз аралық тізбектер туралы айталық. Аралық тізбектерді айтудан бұрын біз оның қандай мағынада, қандай қолданылатынын айтып өтейік. Біз алдымен мынаны алып тасталық. Мысалы бізде Есқат, Мұрат, Асан деген 3 адам бар болса, біз осылардың математика және әдебиет, сосын физика деген пәндеріндегі нәтижелерді сақтамақшымыз. Онда бұлардың әрқайсысында 3-тен нәтиже болады. Мысалы, Есқаттың математика нәтижесі 5 десек, мысалы, Есқаттың нәтижесі 87 десек, математика нәтижесі, ал одан әдебиет нәтижесін 23 десек, физикасын 90 десек, біз осылай жазамыз. Ал енді мына қалғандарда осымен ұқсас, әрқайсысында 3-тен нәтиже бар. 34, 56, 78 деген секілді. Бұларда 3-тен нәтиже бар. Енді біз осы секілді жағдайларда осындай көптің көпке қатынасы. Мысалы, мына көп адам, бірақ бұның да бұдан әрқайсысында 3-тен, яғни көп түрлі сандық мәлімет бар. Оның қанша екенін білмейсіз. Мысалы, мынаның ішінде біреуі физиканың сынауына қатысқан жоқ, яғни физикаға қатысқан жоқ, бұда нәтиже жоқ болса, екеу ғана болуы мүмкін. Біз осындай жағдайларда жаңағы аралық тізбектерді қолданамыз. Аралық тізбектер деген негізінде тізбектің тізбегі деп түсінсек болады. Мысалы, біз INT, тізбектің тізбегі. Мынау тізбек десек, INT тізбек десек, соның тізбегі. Солай түсінсек дұрыс болады. Scores дейік. Scores, сосын new
int. Енді бұл арада біріншісі қанша адамның нәтижесін сақтаймыз, сол жазылады. Сосын мына араға ештеме жазбайсыз. Одан кейін барып біз енді бұны былай жазамыз. Бірінші адамның нәтижесі тең new. Оның өзі бір тізбек. Біз айттық, аралық тізбек деген тізбектің тізбегін аралық тізбек дейміз. New int. Сосын барып жазалық. Енді мысалы мына бірінші адамды біз Есқат деген адам десек, ода 3 нәтиже бар болса, математикадан 98, біреуінен 78, біреуінен 67 алған болса, біз осылай сақтаймыз. Ал енді екінші адамды Мұрат десек, Мұрат мынадан математикаға нашар болсын, 78 дейік, мынаған мықты болсын, мынаған 88 берейік. Енді үшінші адам, ол Асан болсын. Асан ұйықтап қалып физиканың емтиханына қатыспады. Сондықтан ода 2 талғаны бар. Мынадан 98 алды, мынадан 89 алды дейік. Біз осылай біз мән-меншік дейміз. Яғни аралық тізбек деген тізбектің тізбегі. Оның әрқайсысы тізбектегі мәні бір тізбек болады. Соның меншіктің мәні бір тізбек болады. Біз осылай жазамыз. Оның ішіндегі нақтылы қанша екені белгісіз. Сондықтан біз мынарада жазбасақ та болады. Енді бұны қалай көреміз дегенде for арқылы көре аламыз біз. For int I тең 0, I кіші score get length, сосын 0 дейік, сосын дегеннен кейін біз console write line. Бұл console write line-нан бұрын біз қайтадан for деп int, өйткені әрқайсының ішінде бір тізбек бар. J тең 0, J кіші score get length 1. Сосын console write line тағы да ұқсас write дейміз. Содан кейін барып біз scores енді мына арада 0 десек, бұның жаңағы мына қаншасыншы элемент екен. Ал енді оның сыртында барып біз J дейміз. 0 емес, бұл біріншісі I дейміз. Яғни сыртқы тізбектің рет нөмірі, одан ішкі тізбектің рет нөмірі. Сосын әрқайсы біткеннен кейін біз жол алмастамыз. Console write line. Ештеме жазбай қойсақ болған. Біз енді көрейік. Біз қателеспедік. Біз мынарада length арқылы жаңағы сыртқы тізбектің ұзындығын алады екенбіз. Ал енді ішіне келген кезде біз мынарада мына айды жазып, содан кейін барып length алсақ болған. Не үшін дегенде бұл біз мынаумен шатастырып отыр екенбіз. Мынау көп өлшемді тізбектер. Ал енді мынау аралық тізбектер. Яғни тізбектің ішіндегі тізбек. Мынау сыртқы тізбек, мынау ішіндегі ішкі тізбек. Енді одан кейін мына арада бос орын қалқапты. Бос орын берейік. Енді көрейік. Міне 98, 78, 67, 78, 89, 88 міне осылай көрсек болған. Енді мына көп өлшемді тізбектер болсын, аралық тізбектер болсын, негізінен көп қолданылмайды. Өте түсініп кете алмасаңыз, оның ешқандай оқасы жоқ. Аз уақыттан кейін барып келіп қайтадан осы сабақты көретін болсаңыз, түсініп кетуіңіз мүмкін. Мынау тізбектің тізбегі, мынау бір орында, яғни мына алдыңғы мына орта жақшаның ішіндегі алдыңғы мәні қаншалық ұзындықта екен, одан кейінгі мәні, әрқайсысы
узундуктун ичинде канча тал бар экенин билдирет, жана канча тал мән сактайтынын билдирет десек болот. Ал эми мынада тизбектин ичинде тизбек, мынау сырткы тизбек, ал мынау ички тизбекти билдирет. Ал ар кайсы тизбектин узундугун өзүң белгилей аласың. Каалаганча белгилөөгө болот. Эми мынаны да кыскартып жазууга болот. Былай жаза салсаңыз болгону, бирок бул кезде осулай жазамыз. Жазып осулай жазсак болгону. Міне, буну да кыскартып жазууга болот. Енді бұның көрөргөзгө түшүнүктүү болуу үчүн осулай жазып, сосын жаңағы адамдардын атын жазып коелук. Енді бұл аралык тизбек. Буда да өтө күрдөөлүү эмес. Буда негизинен сол тизбектин ичинде тизбекти сактайт. Ал эндиги мазмун бизге колайлы жаңағы системанын array деген класс. Array деген класс аркылуу биз көптөгөн жумуштар істей алабыз. Яғни осунун ичинде көптөгөн дайындап койгон бизге функциялар бар. Енді функциялардын ролу не істейт деген кезде, мисалы мына sort деген функция аркылуу биз мынаны алып чыгып алайык. Енді біз sort деген функция аркылуу мынаны катарга түзө аламыз. Енді бар for аркылуу көрөк. Енді осы арада айта кетек, біз for аркылуу мынаны біз ичиндеги мәндерди ала алабыз. Яғни int I тең нөл I кіші numbers length узундугунан I-дың мәні бірден артат деп, біз осыны индекс аркылуу, рет нөмір аркылуу осы мәндерин көрө алатынбыз. Numbers I десек, біз осы мәндерин көрө алатынбыз. Мынаны енді казір жасыра турайын. 3, 4 деп біз көрө алып отырмыз. Енді бұл әдіс негізінен көп жағдайда үйлесет, бірақ бұны қолайлы for each арқылы жазуға болады. For each деп мына арада for артына each деп жазсаңыз болған. For each деп жазасыз. Оның үшеуі бар. Біріншісі осы біз көрмекші болған сол қандай дерек түрінде екен жазу керек. Яғни мына арада біз int түрінде, дерек түрінде жазамыз. Одан кейін айнымалшама num деп жазайық. Қайсы in, яғни қайсы тізбектің ішіндегі. Біз осылай жазсақ болғаны. Яғни мына әр қайсы тізбектің ішіндегілерін жеке-жеке әр жолы бірден көрсетіп береді бізге. Num деп жазсақ болған. Немесе number дейік. Өте оңай. Мына алдымен біріншісі осы дерек түрі жазылады. Мына арада мынау тізбек болса, сол тізбектің ішіндегі әр қайсы мәні бір int. Яғни мынау int тізбек, мынаның ішіндегі әр қайсы мәні бір int. Солардың әр қайсы мәнді біз бір number арқылы қабылдаймыз. Осы қайсының ішіндегі, осы numbers'тың ішіндегілерді біз жеке-жеке number арқылы қабылдап көрсетіп беру. Бұны for each арқылы істейді. Бұл өте қолайлы. Енді бізге көрсетіп беріп отыр. Енді array деген класс арқылы біз осыны қатарға тізіп көрсетіп аламыз. Енді мына array sort деп біз қатарға тіздік. Осыған numbers деп жазсақ болған. Sort'тың ішіне numbers деп жазсақ болған. Мына арада біз түсініктірек болу үшін console write line мінекей. Мынау қатарға тізілгеннен кейін. Осы секілді бізге система көптеген функциялар дайындап берген. Біз істетіп жүрген length дегенде сол array класстың дайындап бергені. Бұдан сырт мынада sort
басқа reverse деген бар. Яғни мына класты терісіне қарай тізеді. Мынаның ішіндегіні. Біз әзір 3, 4, 5, 67, 2 болса, мынау 2, 67, 5, 4, 3 деген секілді. Мына рет нөмірді керісіне қарай тізіп береді бізге. Осы секілді көптеген дайын функциялар бар. Функциялардың ролы бізге кейбір нәрсені өзімізге жаздыртпай, тіке осыдан пайдалансақ болған. Арайдың ішінде кофе деген бар. Қайсы тізбекті жазасыз, сосын оның қайсынан бастап, 0-ден бастап біз 2-ге дейінгісін бір тізбекке сақтап алмақшы болсақ, біз осылай жазсақ болған. Енді бұны қайсыған көшіреміз деген сөз екен. Мұнарада біз бір тізбек жасап аладық. int numbers 2 дейді да. New int бұның ұзындығын 3 делік. Осылай бір тізбек дайындап алдық. Бірақ бұның ұзындығы 3 тал. Біз numbers 2 дедік. Енді мұнарада қарайық. Қарасақ, біріншісі source array дейді. Яғни қайсы тізбектен, содан кейін бар source index дейді. Қаншасыншысынан бастап дейді. Біз 0-ден бастап. Содан кейін бар қайсы тізбекке аласың, кофе қыласың дейді, көшіресің дейді. Одан кейін бар оның қайсы орыннан қаншалыққа дейін дейді. Яғни мынанда 0-ші орыннан біз 3 тал көшірейік. Осылай жазсақ болған. Яғни бірінші мына тізбектің ішіндегі алдыңғы 3-еуін басқа бір тізбекке көшіп бермекшіміз. Мына тізбекке numbers 2 дегенге көшіп бермекшіміз. Біз көрейік. Сәтті көшті ма, біз мұның астында көрсек болған. Numbers 2, содан кейін қалған ұқсас. Міне 3, 4, 5 алдыңғы 3-еуін көшір алдық. Енді біз мұнарада өзгертіп көрейік. Мына біріншінің 3-ші орыннан бастап көшірсін, сосын жалпы 3 орын көшірсін. Ол екіншінің 0-ден 3-ке дейінгі аралығына көшірсін. Яғни мынада 3-еу ғана ұзындығы, сондықтан жалпы 3-еу көшіреді. Бұны қарайтын болса, қазір қателік шығып отыр. Себебі мынау 0, 1, 2, 3 болған кезде мынау орынға келді. Ал енді бұдан бұлай қарай 3-еу алатын болса, мұнан алды, енді біреу жоқ, сондықтан қате шығады. Сондықтан біз мұнадан асып кетпеу үшін мұнан ең көп болғанда 2 деп жазамыз. Яғни индексі 2 болған орыннан, 0, 1, 2 болған орыннан бұлай қарай 3 тал мәнді мына numbers 2-ге көшіріп береді деген сөз. 5, 67, 2 деп шығу керек. 5, 67, 2. Осы секілді осы арайда көптеген функциялар бар. Енді оны нақтылы сайттардан іздеп көрсеңіз болады. System array десек, in C# тілінде делсек, осы сайт шығарып береді. Бізге осыған кіргеннен кейін мұнарада біздің үйреніп отырғанымыз .NET Core, осының 3-те 1. Осыған кіріп, міне мұнарада қандай қасиеттеріне properties'тар бар. Is read only ма, жоқ әлде links ұзындығын аласыз ба? Сол секілді көптеген қасиеттер бар. Және де көптеген функциялар бар. Clear, clone деген секілді. Coffee, әрқайсының қалай қолданылатындары туралы айтылған. Және де fork деген бар екен. Бұның өзінде де бар екен. Біз оны тасынап көрейік. Яғни, мынаны көшіріп алғаннан кейін біз array арқылы array for енді бұның қолданылуы ұқсамайды екен. Біріншісі қайсы тізбекті көрмекшісін дейді, numbers 2 дейік. Одан кейін мұнау lambda деген екен, new. Сондықтан мұнан console write line деп жазсақ болады.
Мына жағымен ұқсас. Әрқайсысы элемент деп түсінсеңіз болған. Мынаны әрқайсысы элемент, соның ішіндегі әрқайсысы элементті бізге көрсетіп берді. Мынаны жазылу тіпті де оңай екен. Міне 5,67. Осылай жаза салсаңыз болған. Осы секілді көптеген қолданулар бар. Бұларды көрсеңізде, я болмаса мына арадан F12-ні басып, осы кластың өзіне барып көрсеңіз де болады. Мына F12-ні басып келсеңіз, міне array деген кластың ішінде қаншалаған дайын функциялар бар. Міне is read only, is fixed size, rank дейді. Ал енді бұлардың нақтылы қолданулары кейінгі сабақтарда қайталану барысында біліп кетесіздер. Бірақ мен бұл арада айтпақшы, біз қолданып жүрген length дегендер осы array деген системаны берген классының бізге дайындап берген дүниелері. Яғни біз солардан пайдаланып отырмыз. Сондықтан осы array арқылы, array деген сол біз тізбек деген сөз, осы арқылы көптеген нәрселерді өзіміз істей аламыз. Көптеген жұмыстарды өзіміз істейміз. Яғни мына clear арқылы ішін тазалауға да болады екен. Қайсы орыннан қайсы орынға дейін тазалайсың дейді. Мысалы, numbers 2-ні біз 0-ден бастап numbers-тың length-іне дейінгі ұзындықтағын тазаласақ, біз жалпы numbers 2-ні тазалап тастаған боламыз. Осы секілді көптеген функциялары және осы arrayдың классының қасиеттері бар. Біз солардан пайдалану арқылы кейбір қиындықтарды оңай шеше аламыз. Бұл C#-тың басқа тілден артықшылығы да сондай. Бізге өте көптеген функциялар дайындап берген. Жаңағы sort деп біз қатарға тізуді өзіміздің жазып жүрміздің қажеті жоқ. Яғни осындай тізбектер болса, біз sort арқылы оларды қатарға тізе салуымызға болады. Жаңағы sort деген арқылы қатарға тізе салуға болады. Енді осы нүктені жазып шақырған кезде бізге негізінен көрсетіп береді. Бізге керектінің бәрін көрсетіп береді. Енді мына ішінде кейбір ламбыда деп қояды. Мынау сияқты жазылатындарды қазірге түсінбеуіңіз мүмкін. Өйткені бұл бізге объекттікке арналған C# тілін үйренгеннен кейін барып өтетін мазмұн. Бірақ қазір жазылу өте оңай. Осы тізбекті бергеннен кейін осы тізбектің ішіндегі әрқайсы мәнге өзіңіз бір айнымалы шама бересіз. Мұнарда мен x деп жазып отырған айнымалы шама, я болмаса item деген сияқты өзіңіз кез келген айнымалы шама берсеңіз болған. Яғни мына тізбектің ішіндегі бір элемент деген сөз. Сол элементті бізге көрсетіп беріп отырмыз. Сол секілді осы array классының ішіндегі дайын функциялардан пайдалана білсеңіз болады. Кей жағдайларда бізге керекті болған кезде сіз алдымен осы функциядан қарап көріңіз. Осы нүкте қойып, шақыру арқылы қарап көріңіз. Егер мысалы шақыру арқылы қарап көресіз. Мысалы бізде қазір 5 деген сан қаншасыншы орында екенін білмекші болса, онда біз array find index деген арқылы осының рет нөмірін біле аламыз. Яғни қайсысы array дейді. Яғни numbers деген ішіндегі мынау match дейді. Онда x тең 5 десек, бірінші кезіккен int index бұл бізге индекс қайтарып береді. Енді бар console write line index тең қосылған индекс дейік. Мына индекс. Индекс деген ағылшынша рет нөмір деген мағынада. Енді қарайтын болса, бізге мынандай бір ұсыныс түсті. Осы numbers деген тізбектің ішіндегі 5 деген санның тұрған рет нөмірі бізге керекті болды. Онда біз осы array деген класстың ішінде бар ма деп қарап көреміз. Егер бар болса, осы find index деген функция бар. Осы индексті табуға арналған. Find деген сөздің өз мағынасы табу деген сөз. Индекс деген рет нөмірі. Содан кейін соның ішінде біріншісі осы тізбекті бересіз. Одан кейін мынау тізбектің ішіндегі әрқайсысы мән,
қайсысы 5-ке тең болса, онда біріншісін тапқаннан кейін бұл бізге мәнін қайтарып береді. Көрдік, енді міне қарасаңыз индекс тең 2 деп отыр, яғни 0, 1, 2 индексі 2 болған орында екен. Егер жоқ болған жағдайда мысалы бұл -1 қайтарады. 57 деген жоқ. Міне -1 деп қайталады. Сонда егер бар болса соны рет нөмірін қайтарады, жоқ болған жағдайда -1 қайтарады. Осы секілді осындай тізбектерді пайдалану барысында кейбір сізге қажетті болған функциялар осы array деген кластың ішінде бар болуы мүмкін. Сондай жағдайда алдымен осы array деген кластың ішінен іздеп көріңіз. Осы нүкте қою арқылы шақырып, ішіндегі функцияларын көріңіз. Бар болса, осыдан қалай пайдалану туралы осы Microsoft-тың сайтына кіріп, іздеу арқылы өзіңізге пайдалансаңыз болады. IndexSoft деген көптеген функциялар бар.